Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ, бір жасағаннан керемет болып шығатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Астында описанияда толық рецептіні жазатын боламын, бірақ жасалу жолын видеоны соңына дейін қарап қана көре аласыздар. Ал енді бастаймыз. Бізге керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Ұнымызға салқын майымызды осылай үгіткіштен өткізіп саламыз. Және де қолымызбен араластырып шығамыз. Үстінен 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, үстінен ванилин және де қопсытқышымызды, разрыхлителімізді салып, осылай жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Дайын қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді начинкасын салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге керек ірімшік, творог, жұмыртқа және қант. Осы 3 өнімді салып аламыз және де блендердің көмегімен араластырамыз. Блендеріңіз болмаса, можно венчикпен немесе вилкамен араластыруыңызға болады. Осындай қоймалжың массам дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды жаюға кірісеміз. Үстеліміздің бетіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды аламыз. Тоңазытқыштан және де 3-тен 1 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін ол бетін әсемдеу үшін керек болады. Енді қамырымызды орташа көлемде жайып аламыз.
міне орташа көлемде жайдым, және де осындай тарелке немесе осындай қақпақтың көмегімен осылай формамызды келтіріп алып, шетін бірнеше бөліктерге майдалап бөліп шығамыз әсемдеу үшін. Енді жан жағын осы видеода көрсетілгендей әсемдеп шығамыз. Дайын қамырымызды противеньемізге саламыз және ортасына массамызды, дайын начинкамызды салып, біркелкі етіп тегіс істейміз. Ендігі кезекте бетін әсемдеуге кірісеміз. Қалған қамырымызды осылай орташа етіп жайып аламыз. Бірнеше ұзын бөліктерге бөліп, пирогымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Мінекей осылай пирогымызды әсемдеп болдық. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. 180-200 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Мен 180-200 градуста 30 минутқа пісіріп алдым.
Мінекей менің пирогым дайын болды. Өте дәмді болып шығады, өте жұмсақ және де бір жасағаннан өте керемет болып шығатын рецепт. Рецепттің астында описанияда қалдырамын, сол жерден алып жасасаңыздар болады. Осы рецепті бойынша міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жаза отырыңыз. Және де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге мен Асия. Алдағы уақытта каналымда өте дәмді, әрі тез жасалатын оригинал рецептілермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, колокольчик все батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.